Үйлену тойы. Адам ата мен Хауа-ананың некесі қиылған соң, жұмақта үлкен той болыпты. Ұлық Алла. Менің орынбасарым адам үйленеді. Олардың сән салтанатын арттырып, жәннатты әшекейлеп безендіріңдер. Құлымның көңілін шаттық пен қуанышқа бөліңдер. Оған тарту таралғы сыйлаңдар, деп періштелер мен хор қылмандарға әмір етіпті. Періштелер жұмақты дүр жауһарлармен безендіреді. Той думан туба ағашының түбінде басталыпты. Ол тойға Жебірейіл періште басшылық етеді. Адам ата мен Хауа-анаға мақтау мадақ айтылады. Періштелер Аллаға зікір айтып, Мұхаммед пайғамбарға салауат жолдайды. Осы тойда періштелер Адам ата мен Хауа-анаға құрмет көрсетеді. Екеуіне сан түрлі тарту таралғы сыйлайды. Хор қыздары әсем дауыспен құйқылжытып ән салады. Некелерін Ысрапыл мен Мәкәйіл періштелер қияды. Неке көкте қиылады деген тіркес осыдан қалыпты. Кейін Адам ата мен Хауа-ана жерге түскен кезде некесін екінші рет Жебірейіл періште қияды. Мұны жерде қиылған неке деп атайды. Жердегі неке сүндет, көктегі неке парыз болыпты. Ұлық Алла оларды пейішке кіргізген соң, жұмақта не ішіп, не жесеңдер де рұқсат. Тек бидай дәнін жемеңдер, деп ескертті. Адам ата: «Я Алла, не үшін ол жемісті жеуге тыйым салдың?» деп сұрады. Себебі қазірден бастап саған және сенің ұрпағыңа адал мен арамды айыруды үйретемін. Мына бидай өзгенің несібесі. Өзгенің ризығын рұқсатсыз жеуге тыйым саламын. Одан басқа кез келген тағамды қалауыңша азық қыл. Бірақ мен сені ерік қалауы жоқ айуандардан артық етіп жараттым. Сенің ерік қалауың өзіңде. Қадірің білер болсаң, бұл сенің шын көркің, басындағы тәжің. Таңдау еркің мен құмарлық қалауыңды неғұрлым мен жаққа бұрсаң, мен де сенің дәрежеңді періштелерден де жоғары етіп көтерем. Егер қалау құмарлығың ішіп жеп, тәтті ұйқыдан аспайтын болса, қияметте бағаң малдан да төмен болады. Мен арам деп бұйырған заттың бәрінен өз еркіңмен бас тартуға еріктісің. Бөтеннің ризығына өз қалауыңмен қол сұқсаң, зор күнәға батасың. Оялмаған ұрпағың ғана бұйырмаған астан жейді. Есіңде болсын, барлық қиянат пен алдаудың басы өзгенің несібесін тартып жеуден басталады. Алалы тұяқ арам малдың берекеті болмайды. Арам жолмен тапқан ас-ауқат жүректің көзін соқыр қылады. Жүрек көзі соқырлар қияметте де соқыр болып тіріледі. Дұрыс таңдауыңа сансыз сауабым бар. Қисық қыңыр қалауыңа зауалым бар. Жақсылықты да, жамандықты да басыңа мен жіберем. Бірақ есіңде болсын, бақыт та, зауал да сенің ерік қалауыңа тәуелді. Ертең қияметте есеп қисап жасалады. Сол кезде ешкім маңдайындағы сорын өзгеден көре алмайды. Әркім өзінің таңдауы мен қалауынан ұсталады. Жалғанда не ексе, ақиретте соны орады, деді.